Ассалаумағалейкум, мұсылмандарым. Соңғы кезде мына жын шығару деген таза бизнеске айналып бара жатыр. Екінің бір жын шығарады. Құдайдан қорықпайды. Бәрі ақша табу үшін арында, ұятында, иманында сатуда. Ешкімге сенбеңдер. Әсіресе мына қылқындыратындарға. Қылқындырған кезде миға қан бармай қалады да, мидың бір бөлігі өліп кетуі мүмкін. Сондықтан да сақ болыңдар. Мына кейбіреулер қамшымен ұрады, оған да бармаңдар. Ол да өтірік. Жынды шығаратындар тек қана Құранды оқып қана шығарады. Кейбіреулер айтады, мен 30 күн 40 күн оқып шығарам дейді. Ол да шатпырақ, сенбеңдер. 30-40 күн бойы ақшаңды берсең нең қалады сонда? Ойласаңдаршы өздерің. Жын шығару деген ойыншық болып кетті. Бір жер ауырса болды айтады, сенің ішінде жының бар дейді. Сенбеңдер, сақ болыңдар. Егер керек болып бара жатса, Құранды қосып қойыңдар. Интернеттен скачивать етіп. Байқаңдар.